Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 5 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 18 сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыздар. Оқушылар, бүгін біз құстар әлемі деген тақырыппен танысамыз. Біз бұл сабақта құстардың түрлерімен, көп мағыналы сөздермен, оларға тән қасиеттермен, көп мағыналы сөздердің жасалу жолдарымен танысамыз. Бірінші тапсырма: мәтінді оқыңдар. Саятшылар құстарды үлкен 2 топқа бөледі. Оның бірі желбейсін құстар, екіншісі тұяқты құстар. Желбейсін құстар дегеніміз етін жеп, мамық жүнін шаруаға жұмсайтын пайдалы құстар тобы. Бұлардың өзі тіршілік етуіне қарай екіге бөлінеді. Суға жүзіп, су ішіндегі жалбыз, балдыр, неше түрлі жұмсақ жапырақ, сүлік, балық, ұлу жеп күнелтетін құстарды су құстары дейміз. Оларға аққу, қоңыр-қаз, қоқиқаз, бірқазан, қаз, үйрек, шағала сынды құстар жатады. Суда жүзе алмайтын, қырда жүріп шалғын шөп, бидайық, бетеге, жусан өсімдіктерінің тамырын, құрт-құмырсқа, шыбын-шіркейді қорек етіп, суды сирек жейтін қанаттылар тобын қыр құстары деп атайды. Бұл топқа дуадақ, жорға дуадақ, тырна, тарғақ сияқты құстар кіреді. Кейбір құстар қыр мен сулы өлкені бірдей жайлап жүреді. Олар қырғауыл, құр, шіл, ұлар, тауқұдірет, орақ тұмсық, бөдене тағы да басқа. Тұяқты құстар өзара 2 топқа бөлінеді. Олардың бір тобы адамның үйретуіне көніп, аңшылық кәсіпке қызмет ететін қыран құстар болса, енді бір тобы не шаруашылыққа, не аңшылыққа кәсіпке пайдалануға жарамайды. Аң, құс аулайтын, саятшылыққа қолданылатын қыран құстар негізінен 3 түрлі: бүркіт, қаршыға, сұңқар, тектес құстар. Бұл 3 текті құстың жаратылысы басқа құстардан өзге болып келеді. Олар түз құсының ішіндегі ең қарулы, тегеурінді әрі ұшқыры саналады, және олардың тұяқ, тұмсық, бітімі де басқа құстан өзгеше. Сондықтан оларды саятшылар тілінде қыран құс деп атайды. А тапсырма: мәтін мазмұнына сәйкес келмейтін ақпаратты белгілеңдер. Желбейсін құстар тіршілік ету ортасына қарай суда, қырда және қыр мен сулы өлкені мекендейтіндер деп 3-ке бөлінеді. Құстар бұталы, тоғайлы өзендердің бойын мекен етпейді. А тапсырма: қарға, сауысқан сияқты құстар қай топқа жатады? Өз ойыңды дәлелдеп айтыңдар. Қарға тоғай тәріздестер отрядына, қарға тұқымдасына жататын құс. Сауысқан торғай тәріздестер отрядына, қарға тұқымдасына жататын кіші денелі, түзу, ірі, қысқа тұмсықтылар тобына жатады. Көп мағыналы сөздер. Көп мағыналы сөз дегеніміз 2 немесе одан да көп мағынаға ие сөздер. Мысалы, қанат: құс, шыбын, шіркейдің ұшатын дене мүшесі, балықтың жүзу мүшесі, киіз үйдің керегелері, ұшақтың қанаты, бір нәрсенің 2 жағы. Есте сақтаңдар, көп мағыналы сөздер бір негізден тарайды және бір сөз табына жатады. Екінші тапсырма: түсіндірме сөздікті пайдаланып берілген сөздердің ауыспалы мағыналарын тауып жазыңдар. Бас дене мүшесінің атауы: жолдың басы, жырдың басы, таудың басы. Бет: адамның бет әлпеті, жүзі, кітаптың беті, көлдің беті. Тұяқ: сүтқоректі жануардың аяғынан басындағы жер басатын мүйіз тұқайы. Асылдың тұяғы: жалғыз тұяқ. Үшінші тапсырма: берілген сөздердің тура мағынасын анықтаңдар. Өзеннің аяғы, сабақтың аяғы, адамның аяғы, жануардың аяғы, таудың іші, орманның іші, адамның іші, етіктің тұмсығы, қайықтың тұмсығы, құстың тұмсығы, жұмыстың көзі, иненің көзі, адамның көзі, құстың көзі. Төртінші тапсырма: мағынасы бөлек тіркесті табыңдар, себебін түсіндіріңдер. Бірінші ата жолы, екінші жұмыс көзі, үшінші жеңгемнің төркіні, төртінші қыр көрсету, бесінші қойдың құлағы. Бесінші тапсырма: нөмір 19 аудионы тыңдаңыздар. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін жауапты көрсетіңдер. Мәтінде көгершін мен пингвинге тән ерекшеліктер туралы айтылған. Көгершін балапандарын алғашқыда сүтпен қоректендіреді. Пингвиндер қардың үстінде жұмыртқалайды. Аналық пингвин мұхит жағасына балапаны үшін қорек жинауға кетеді. А тапсырма: сөйлемдегі қарамен берілген сөздердің мағынасын анықтаңдар. Көшеді: орын ауыстыру, ауыр қолайсыздығына, қабырғаларында, денедегі сүйегінде.
6 тапсырма оқиық қызық. Құс атаулының жартысына жуығы сайрауы құстар тобына жатады. Құстардың көбі қонақтап отырып сайрайды, ал бозторғай ұшып жүріп уақыт талғамай сайрайды. Сондықтан оны ұшқыш әнші деп те атайды. Әжуан деген құс өзіне тән даусымен күн демей түн демей сайрай береді. Сондай-ақ ол басқа құстардың даусына еліктейді. Тіпті мәшиненің гүрілін, иттің үргенін салатын шеберлігі де бар. А тапсырма мәтіндегі қате жазылған сөздерді тауып орфографиялық нормаға сай түзетіңдер. Жуығы, мәшиненің, шеберлігі. А тапсырма мағынасына қарай сәйкестендіріңдер. Уақыт талғамау, күн түн деп ажыратып жатпау, дауысқа еліктеу, дыбысқа ұқсату, өзіне ғана тән, басқа ешкімде жоқ, естігенін қайталауға шебер, айнытпай салу. Осымен оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.